Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді әрі тойымды, витаминге толы жылқының етінен осындай борщ тағамын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, ұнаса пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен мен қазанға осылай жылқының етін алдын ала 3-4 сағат пісіріп алдым. Бір жуа қостым. Сол кезде дәмі өте тәтті болып тұрады. Әрі қарай салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін осындай балғын көкөністерді жақсылап тұрып турап алатын боламын. Ең бірінші капустаны осылай солонка тәрізді етіп турап аламын. Осылай турап болғаннан кейін әрі қарай картошканы да осылай видеода көрсетілгендей орташа қалыңдықта турап алдым. Қызылшаны да осылай пышақтың көмегімен солонка етіп майдалап турап алдым. Немесе пышақтың орнына терканы да пайдалансаңыздар болады. Сәбізді де осылай теркадан өткізіп алдым. Барлық қосатын көкөністердің балғын болуы өте маңызды. Сол кезде сорпаға өте ерекше тәтті дәм беріп тұрады. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Менің каналымнан әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. 4-5 сағат бойы баяу отта піскен етті енді сорпасын сүзіп, ішіндегі дәм беру үшін қосқан осындай болгарский перец және де жуан барлығын алып, сорпаны бір қайтара сүзіп алатын боламын. Етті пісірген кезде баяу отта 4-5 сағатқа қойып пісірсеңіз, етіңіз өте дәмді әрі бір қалыпты жып-жұмсақ болып пісетін болады. Осылай сорпасын сүзіп алдым. Енді оның үстіне дәм беру үшін біраз қасық томатный паста және де лавр жапырағын қосып, ол міндетті емес, және де жаңа туралған балғын көкөністердің барлығын біртіндеп салып шығатын боламын. Ең бірінші капустаны, оның үстіне картошканы және де қызылшаны салып, барлығын қатты отта 5 минут қайнатып аламын. Мысалы 5 минут бойы қатты отта қайнағаннан кейін үпіштен өткізілген, яғни сәбізді салатын боламын. Сәбізді барлығын салып, тағы да 15 минут жақсылап баяу отта қайнатамын. Осы аралықта алдын ала еттерді осылай
кусок кылып туурап алдым. Толук пісіріп алгандан кийин соңуна карай туралган еттерди үстүнө косуп, жакшылап туруп аралаштырып, осулай ыдыска куюп ысындым. Караңыздар, өтө дәмдүү, бир жасагандан сәттүү чыкты. Сизде туура болсо рецептин жасап көрүңүз.
Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын алмалы пирогтың, яғни шарлотка пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқа және де үстіне қант қосып, жақсылап тұрып миксермен қант ергенше, яғни масса ұлғайғанша жақсылап тұрып араластыратын боламын. Масса осылай 2 есеге дейін ұлғайып, яғни пенка болу қажет. Осылай дайындап алған массаның үстіне бір ас қасық қопсытқыш қосып, оның үстіне қажетті мөлшерде ұн қосамын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Барлығын осылай силиконды күрекшенің көмегімен осылай жұмсақ араластырамын. Қатты күш салып араластырудың керегі жоқ. Осылай барлығын біркелкі етіп, яғни масса біріккенше араластырамын. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналымнан әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. Осылай массаны біркелкі етіп араластырып алдым. Енді осы массаның үстіне алдын ала көбіктеп тұрылған алманы саламын. Алманы салмасаңыздар да болады, бірақ салған кезде өте дәмді, тәтті дәм береді. Енді осы дайындап алған массаны менде жүрек пішінді форма, осы формаға құйып пісіріп алатын боламын. Осылай формаға құйып алғаннан кейін видеода көрсетілгендей алмаларды осылай тестаның үстіне әсемдеп шығатын боламыз. Қалауыңызға қарай әртүрлі етіп алмаларды орналастырсаңыз болады. Маған осылай ыңғайлы әрі өте әдемі көрінеді. Осылай барлығын жақсылап тұрып орналастырып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 35-40 минут аралығында пісірдім. Әркімнің пеші әртүрлі. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Менің каналымда әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. Қараңыз, пирог осындай өте дәмді, қызарып, воздушный болып пісіп шықты. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Піскеннен кейін бірден пештен шығармаңыз. Бір 15 минуттан кейін шығарып, әрі қарай бөлме температурасында суытып алып, кесіп жеп көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Қараңыздар, осылай кескен кезде де көрініп тұрған шығар. Өте жұмсақ әрі воздушный болып піскені. Сізде тура осы рецептпен дайындап көріңіз. Ортасы толық піседі, ешқандай шикі болып қалмайды. Өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығады. Видеоны соңына дейін көріп, маған қолдау білдіргеніңізге рахмет. Сіздермен болған тәтті рецепттер жинағы.
Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді бір жасағаннан шығатын грек жаңғағы қосылған, яғни ореховый торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Құрамы да өте оңай, бір жасағаннан сәтті шығады. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап отырыңыз. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысқа 4 жұмыртқаны қосып, миксерлеп, үстіне қант қоса отырып, масса 2 есе ұлғайғанша, яғни пенка болғанша жақсылап тұрып миксерлейтін боламын. Осылай масса 2 есеге дейін ұлғайып, пенка болу қажет. Және де осы массаның үстіне ертілген сары майды құйып, жақсылап тұрып миксерлеп, оның үстіне қажетті мөлшерде ұн салып, және де біраз қасық қопсытқыш қосып, жақсылап тұрып венчикпен араластырамын. Бұл жерде миксерді қолданудың қажеті жоқ. Осылай қоймалжың масса болды. Енді осының үстіне негізгі ингредиентті, яғни грек жаңғағын осылай сақтап турап салатын боламын. Жақсылап тұрып, біркелкі етіп араластырамын. Әрі қарай пісіретін боламын. Менде осындай дөңгелек форма, осы формаға астына фольганы төсеп, осылай массаны құйып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште, яғни 180 градустағы пеште 35 минут көлемінде пісірдім. Осы уақыт аралығында кремін дайындаймын. Креміне бөлме температурасындағы майға вареный сгущенканы араластырып, жақсылап тұрып миксерлеп алдым. Осы уақыт аралығында пирогымыз осылай қызарып, күшті болып пісіп шықты. Енді осыны 3 бөлікке осылай пышақтың көмегімен бөліп аламын. Пышақ болмаса жіппен де бөлуге болады, бірақ маған осылай ыңғайлы болды. Қараңыздар, ортасы толық піседі, еш уайымдамаңыздар. Осылай 3 бөлікке бөліп, арасына пропетка жасадым, яғни менде сүтке қант қосып, осылай жақсылап тұрып пропетканы құйып, кремді үстіне жағып шықтым. Осылай тортқа 3 ас қасықтан кремді жағып шықтым. Крем өте нәзік, және де осы тортқа өте күшті дәм береді. Тура осы рецептпен сізде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Менің каналымда әртүрлі тәтті дәмді рецепттерді таба аласыз. Крем сіну үшін 1 сағатқа холодильникке қойып алдым, бірақ бір түнге қалдырсаңыздар да өте күшті крем сініп, өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Бұл торт негізі өте тойымды, және де өте дәмді. Сізде тура осы рецептпен бір рет болсын жасап көріңіз. Сыртына да осылай креммен қаптап, сәндік үшін грек жаңғағын үстіне қойып, осылай дастарханға ұсындым. Барлығына өте қатты ұнады, әрі тойымды, өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап қойыңыз. Ұнаса комментарий қалдырыңыз.
Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді бір жасағаннан шығатын ашмаған қамырдан, яғни үгілмелі қамырдан осындай сосиска в тесто жасайтын боламыз. Өте дәмді бір жасағаннан сәтті шығады. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен ыдысымызға қажетті мөлшерде ұн, оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап тұрып араластырып, крошка дайындап аламын. Дайын болған крошканың үстіне 10 граммдай разрыхлитель тесто, яғни қопсытқыш қосып, тағы да бір келкі етіп араластырамын. Екінші бөлек ыдысқа осылай 2 жұмыртқаны, айранды және де дәміне қарай тұз қосып, және де салқын су құйып, жақсылап тұрып бір келкі етіп араластырамын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Енді осы дайындап алған массаны крошканың үстіне құйып, жақсылап тұрып, қолмен жұмсақ қамыр илеймін. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Осылай орташа тығыздықта қолға жабыспайтын осындай қамырды дайындап алдым. Енді бұл қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа қалдырамын. Қамырды алып, 2 бөлікке бөліп, бір бөлігімен сосиска в тесто, яғни пирожкимеді жасайтын боламын. Әрі қарай бір бөлігін холодильникке сақтап, немесе морозильникке 1 ай бойы сақтап қолдана берсеңіздер де болады. Осылай оқтаудың көмегімен жұқа етіп, орташа қалыңдықта қатты жұғыртпай жайып аламын. Жайып болғаннан кейін осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп, осылай кесіп шығатын боламын. Осылай алдын ала сосискаларды дайындап алып, тестаға осылай видеода көрсетілгендей орап шығамын. Сіздер бұдан да әдемі етіп орасаңыздар болады. Менде сәл асығыстау болды, бірақ тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі де өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығады. Осылай барлығын жайғастырғаннан кейін противенге орналастырып, үстіне жұмыртқамен сүтті араластырып, бетіне жағып шықтым. Осылай қызып тұрған пеште 35-40 минут көлемінде пісіріп алдым. Әркімнің пеші әртүрлі. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыз. Қараңыздар, пирожки осындай қызарып, өте дәмді болып пісіп шықты. Сізде тура осы рецептпен ашытқысыз осылай жасап көріңіз. Бір жасағына сәтті әрі өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған тәтті рецептер жинағы. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай хит болып жатқан турецкий донердің жасалу жолын сынатын боламын. Қараңыздар, өте дәмді, еті үлбіреп,
өте дәмді болып, осындай соусный болып шығады екен. Сіз де тура осы рецептпен жасап көріңіз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға тартылған етті, яғни фаршты және де алдын ала сақтап тұрылған блендерден өткізілген пиязды дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап тұрып, біркелкі етіп араластырамын. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. Фаршты осылай жақсылап тұрып араластырғаннан кейін пергамент қағазының үстіне жарты бөлігін салып, үстіне екінші пергамент қағазын төсеп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламын. Осылай ақырын қимылмен жұмсақ басу арқылы оқтаумен жұп-жұқа етіп жайып алсаңыздар болады. Барлық жеріне жеткізіп, толықтай осылай жайып шықтым. Өте қатты жұқа немесе қалың болудың керегі жоқ. Орташа қалыңдықта осылай жайып шықсаңыздар болады. Жайып алғаннан кейін пергамент қағазын екіншісін алып тастап, осылай фаршты рулет тәрізді етіп, видеода көрсетілгендей ораймын. Екінші бөлігінде осылай оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алдым. Менде осындай 4 бөлік шықты. Осы уақыт аралығында пешіңізді қыздырып, алдын ала дайындап қойыңыз. Әрі қарай осылардың барлығын пісіріп алатын боламын. Барлығын осылай противенге қойып шықтым. Жанына балғын көкөністерді, яғни болгар бұрышын және де қызанақты осылай артық жерін алып тастап, оны да осылай қойып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында пісіріп алдым. Қараңыздар, салмасы осындай өте дәмді болып пісіп шықты. Фарштың шырыны ағып, осындай өте дәмді болып шықты. Енді әрі қарай осы салманы лавашқа салып орайтын боламыз. Мен соусына осылай жақсылап тазартылған сарымсақты және де қаймақты, қаймақпен де 15%, қаймақты проценті маңызды емес негізі, және де осындай 2 ас қасық майонез және де укроп қостым. Сіздер балғын укропты турап қоссаңыздар да болады. Барлығын блендерден 1-2 минутқа өткізіп алдым. Осылай соусын дайындап алдым. Әрі қарай донердің салмасын салып орайтын боламыз. Ол үшін осындай лаваш қажет болады. Осылай лавашқа бірінші тартылған ет, яғни фаршты, піскен фаршты және де оның үстіне қызанақты, болгар бұрышын және де осындай қызыл пияз қостым. Сіздер кез келген пияз түрін қоса қолдана берсеңіздер болады. Үстіне соусты құйып, барлығын видеода көрсетілгендей етіп орап алдым. Дәміне қарай үстіне әртүрлі көкөністер немесе аскөк түрлерін қосып жасасаңыздар болады.
осылай донерлердің барлығын дайындап болғаннан кейін табаға екі жағын жақсылап тұрып осылай қызартып дайындап алдым. Қараңыздар, менің донерларым осылай дайын болды. Сырты осындай қатырлақ, яғни хрустящий, іші шырынды болып шықты. Өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығады. Үйдегілердің барлығына ұнады. Бір жасағаннан бәрі таусып жеп қойды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған тәтті рецепттер каналы. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыз. Баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын, құрамында қарапайым заттардан тұратын шоколад қосылған пончиктердің жасалу жолын ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құйып, және де оның үстіне ашытқыны қосып, жақсылап тұрып араластырамын. Ашытқының мерзімі өтпеген болуы, яғни балғын болуы өте маңызды. Оның үстіне бөлме температурасындағы 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап тұрып араластырамын. Жұмыртқаның жылы болуы, яғни бөлме температурасында болуы маңызды. Және де оның үстіне қант қосып, тағы да біркелкі етіп араластырамын. Барлық қажетті құрамды описание бөлімінде қалдырамын. Керекті мөлшерде ұн қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илеймін. Қамырды илеп жатқан кезде үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, тағы да жақсылап барлығын біріктіріп, жұп-жұмсақ қамыр илеуді әрі қарай жалғастырамын. Осындай орташа тығыздықта жұп-жұмсақ қамыр илеп алдым. Енді осы қамырды көтерілгенше жылы жерге бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамын. Қамырдың жылдам әрі тез ашуы үшін жылы жердің болуы және де ашытқының балғын мерзімі өтпеген болуы өте маңызды. Яғни жарамдылық мерзіміне қарап алғаныңыз дұрыс. Осылай қамыр дайын болды. Қараңыздар, үлпілдек болып көтерілді. Енді осы қамырды өзімізге ыңғайлы етіп бірнеше бөліктерге бөліп аламын. Барлығы біркелкі шығу үшін осылай барлығын 70-75 граммнан өлшеп алдым. Барлығын осылай өлшеп алғаннан кейін қолыммен осылай барлығын біркелкі етіп домалақтап шығамын. Осылай домалақтап дайындап алған қамырды тағы да жарты сағатқа көтерілгенше бетін жауып қалдырамын. Осылай пончиктер дайын болды, әрі қарай пісіріп алатын боламын. Осылай табаға майда қыздырып, пончиктердің бетін сәл осылай қолмен басып, баяу отта пісіремін. Себебі қатты отта пісірсеңіздер, қамыр қалың, сол себепті тез пісіп, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан баяу отта пісіріңіздер. Екі жағы толық қызарғанша баяу отта осылай ақырын пісіріп алдым. Міндетті түрде пештің астын жай басып пісіріңіздер. Сол кезде ортасы шикі болмай толық пісіп шығатын болады. Қараңыздар, осылай қызарып, өте андай үлпілдек, өте дәмді болып пісті. Осылай пісіп шыққан пончиктерді суытып алып, ортасын осылай ағаш таяқшаның көмегімен тесіп, шоколадтарды құйып шығатын боламын. Осылай тесік жасаған кезде үлкеніректе қылып жасаңыздар, сол кезде шоколадтарыңыз ішінде мол құйылатын болады, яғни көп құйылатын болады. Қараңыздар, осылай барлығын құйып шықтым. Әрі қарай сахарный пудраға ойнатып алдым. Сахарный пудра болмаса, қантқа
корица араластырып та аунатып алсаңыздар болады. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Менің каналымда әртүрлі тәтті дәмді рецепттерді таба аласыз. Неше түрлі пирогтар, печеньялар, ыстық тамақ түрлері, әртүрлі көптеген рецепттер бар. Сіз деген рецепт болуы мүмкін. Қараңыздар, біздің тәтті пончиктер осылай дайын болды. Бір жасағаннан сәтті әрі өте тәтті болып шығады. Егер сіз тәттіні жақсы көретін жан болсаңыз, сізге осы рецепт қажет болады. Себебі өте тәтті әрі өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған тәтті рецепттер каналы. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыз.
Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын күнжутты печеньенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қант қосып жақсылап тұрып миксермен бір келкі етіп араластырамын. Оның үстіне бір жұмыртқа қосып, тағы да араластырамын. Осы уақыт аралығында бізге күнжутты екі шетін қызартып, жақсылап тұрып қуырып алу қажет болады. Жақсылап тұрып, екі жағы қызарғанша толықтай осылай қызартып қуырып алдым. Әрі қарай оның үстіне бір ас қасық қопсытқыш қосып, жақсылап тұрып араластырып, жаңағы дайын болған майлы массаның үстіне құйып, осылай силиконды күрекшенің көмегімен араластыра отыра жұп-жұмсақ қамыр илеймін. Осы кезде алдын ала қызартып дайындап алған күнжутты да салуды ұмытпаймыз. Осылай жақсылап тұрып барлығын бір келкі етіп араластырамын. Қамыр мүлде қолға жабыспайды, өте жұмсақ болып шығады. Осы дайындап алған тестаны жарты сағатқа холодильникке қойып алсаңыздар да болады. Әрі қарай пісіретін боламын. Пергамент қағазына осылай қолымның көмегімен домалақтап, осылай печеньеларды қойып шығамын. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Менің каналымнан әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 20-25 минут шамасында пісіремін. Әркімнің пеші әртүрлі. Осылай қызарып, өте дәмді болып шықты. Сізде осы рецептпен жасап көріңіз. Бір жасағаннан сәтті әрі өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған тәтті рецепттер жинағы менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді әрі өте нәзік, бір жасағаннан сәтті шығатын тәрі қосылған сметаниктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа ұнды електен өткізіп дайындап аламын. Оның үстіне салқын сары майды теркадан, яғни үкіштен осылай өткізіп алып, оның үстіне бір қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель және де қант қосып, жақсылап тұрып барлығын бір келкі етіп араластырып, крошка дайындаймын. Дайын болған крошканың үстіне бір жұмыртқа және де бір ас қасық қаймақ қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илей бастаймын. Қаймақтың проценті маңызды емес, кез келген қаймақты қолдана берсеңіздер болады. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көре аласыз. Осылай жұп-жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін, енді осы қамырды целлофанға салып, жарты сағатқа холодильникке қалдырамын. Жарты сағат бойы холодильникте тұрған қамырды алып, теңдей екі бөлікке бөліп, бір бөлігін осылай дөңгелек формаға, яғни менде 24 диаметрлі форма, осы формаға жақсылап тұрып орналастырып дайындап алдым. Осылай шеттеріндегі бортиктарын шығарып, начинка сағып кетпейтіндей осылай дұрыстап орналастырып алдым. Енді салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін алдын ала осы тарыны жақсылап тұрып жуып алып, үстіне қайнап тұрған сүтті құйып, 10 минутқа бетін жауып қалдырамын. Әрі қарай салмасы үшін 20% қаймақты, оның үстіне қант қосып және де сгущенка қостым. Сгущенка міндетті түрде сапалы болу керек. Бұны қоспасаңыздар да болады, бірақ қосқан кезде пирогқа өте ерекше дәмді, тәтті дәм беріп тұрады. Және де алдын ала дайындап алған бұқтырылған тарыны қосып, оның үстіне жұмыртқа қосып,
барлығын біркелкі етіп араластыратын боламын. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап, видеоны соңына дейін қараңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Осылай дайындап алған начинканы дайын болған форманың үстіне қиып, қызып тұрған алдын ала 180 градустағы пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламын. Пирог піскеннен кейін бірден пештен шығармаңыздар, толық суытып алғаннан кейін шығарыңыздар. Қараңыздар, пирог осындай қызарып, өте дәмді болып пісіп шықты. Осылай оформление жасадым. Балғын клубникаларды үстіне қойып шықтым. Пештен шығарғаннан кейін бөлме температурасында да 1 сағатқа суытып, және де холодильникке жарты сағат көлемінде ұстау қажет. Осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шықты. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз.